Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сендермен 3-ші сыныптың математиканың 100-ші сабағымен танысамыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз текше тікбұрышты параллелепипед фотосуретке түсіру өнері. Бүгінгі сабақта сендер кеңістіктік фигуралардың орналасуындағы өзгерістерді түсіндіресіңдер, кестеден тыс көбейту және бөлуді орындайтын боласыңдар. Бірінші тапсырма. Фотосуретші объективтен дәл алдында түзу орналасқан текшені көрді. Текше суреттегі жазбадан құрастырылған дейік. Жазбада А, Б, С, Д, Е, Ф әріптері берілген. Әріптер текшенің қай жағында сол, оң, жоғары, төмен болады. Дәлелде. Бізде жазбада барлығы жазылып тұр. А-ға қарама-қарсы орналасқан әріп Д. Сонда аның арт жағында Д әріпі орналасқан. Ал оның үстіңгі жағында Б әріпі орналасқан, астыңғы жағында Ф әріпі орналасқан. Ал сол және оң жақтарында С пен Е әріптері орналасқан. Екінші тапсырма. Текшені сағат тілімен айналдырды. Үшінші рет айналдырғанда қай сурет сәйкес келеді? Өздерін ойлап көріңдер. Жарайсыңдар, дұрыс таптыңдар деп үміттенем. Үшінші рет айналдырғанда осы сурет сәйкес келеді. Үшінші тапсырма. Кез келген босаған қорапты ал, оны ашып, беттерін жаз. Жазбада бірдей қанша фигура шыққанына қара, тік төртбұрыштар параллелепипед қабырғалардың ұзындығын жаз. Бұл тапсырманы орындау үшін сендерде кез келген бір керек емес қорап болу керек. Оны ашып, неше бірдей фигура шыққанын қарап, қабырғалардың ұзындығын жазу керексіңдер. Бізде берілген тікбұрышты параллелепипедтің жазбасында 3 бірдей фигура шыққан. Сендерде де солай шығу керек. Сосын қабырғалардың ұзындығын жазасыңдар. Бұл түсінікті деп ойлаймын. Төртінші тапсырма. Кәдесый қораптарын жасап, оларды суретке түсір. Бұл жерде сендер өздерінің ютубтан кәдесый қораптарын қалай жасайтынын қарап, үйреніп алып, жасап көріп суретке түсіресіңдер. Бесінші тапсырманың асы. Есепте әртүрлі тәсілмен шығар. Қандай тәсіл ыңғайлы? Неліктен? Фотосуретші әр апта сайын мектепке 5 рет барады. Әр барғанда ол 30 баладан фотосуретке түсіреді. Ол 4 аптада қанша баланы фотосуретке түсіреді? Бірінші 5-ке көбейтеміз 30-ті, сосын көбейтеміз 4-ті. Ал ыңғайлы болу үшін бірінші 5-ке 4-ті көбейтіп, шыққан санды 30-ға көбейту керек. Енді неше шығатынын есептеп көрейік. 5 көбейтілген 4-тен 20, 20 көбейтілген 30-тен 2 көбейтілген 3-тен 6, 2 нөлді жалғаймыз, болады 600. Алтыншы тапсырма. Теңдеулер жүр. Бірінші теңдеу. Y азайтылған 165-тен 620 қосылған 173. Бұл күрделі теңдеу, сол үшін бірінші 620-ға қосамыз 173-ті, тең болады 793. Жазамыз. Y азайтылған 165-тен 793. Енді Y-ті табамыз. Y-ті табу үшін 165-ке қосамыз 793-ті, Y-тен 958 тексереміз. 958 азайтылған 165-тен 793. 793-тен 793. Екінші теңдеу. А бөлінген 15-тен 54 бөлінген 18. 54 бөлінген 18-тен 3 жазамыз. А бөлінген 15-тен 3. Енді аны табамыз. Аны табу үшін 15-ке көбейтеміз 3-ті, А тең 45. Тексереміз. 45 бөлінген 15-тен 3. 3-тен 3. Үшінші теңдеу. 800 азайтылған X тен 870 азайтылған 610. 870 азайтылған 610 тен 260. 800 азайтылған X тен 260. Енді X-ті табамыз. X-ті табу үшін 800-ден азайтамыз 260-ды, X тен 540. Тексереміз. 800 азайтылған 540 тен 260. 260 тен 260. Төртінші теңдеу. Y азайтылған 420 тен 600 азайту 56. Бірінші 600-ден азайтамыз 56-ны, тең болады 544. Жазамыз. Y азайтылған 420 тен 544. Енді Y-ті табамыз. Y-ті табу үшін 420-ға қосамыз 544-ті, Y-тен 964. Тексереміз. 964 азайтылған 420 тен 544. 544 тен 544. Бесінші теңдеу. 55 көбейтілген X тен 820 азайтылған 710. Бұл жерде 820-дан азайтамыз 710-ды, тең болады 110. 55 көбейтілген X тен 110.
Енді x-ті табамыз. X-ті табу үшін 110-нан бөлеміз 55-ті x тең 2. Тексереміз. 55 көбейтілген 2 тең 110. 110 тең 110. Соңғы теңдеуіміз 300 азайтылған x тең 42 көбейтілген 2. Бірінші 42-ге көптеміз 2-ні тең болады 84. Жазамыз. 300 азайтылған x тең 84. Енді x-ті табамыз. X-ті табу үшін 300-ден азайтамыз 84-ті. x тең 216. Тексереміз. 300 азайтылған 216 тең 84. 84 тең 84. Жетінші тапсырма. Терде екі дөз жарысуда олардың әрқайсысы қанша ұпай жинағанын анықта. Бірінші алмастыкін санап көрейік. Алмас 40 ұпай, 40 ұпай жинапты. Сонда 40-ты көбейтеміз 3-ке қосамыз. Және ол 30 ұпай жинапты. Сонда 30-ға көбейтеміз 3-ті. Тең 40 көбейтілген 3-тен 120, 30 көбейтілген 3-тен 90. 120 қосылған 90 тең 210. Сонда алмас 210 ұпай жинады. Енді Қайрат неше ұпай жинаған санап көрейік. Ол 40 ұпай жинаған. Сонда 40-қа көбейтеміз 3-ті қосамыз. Және де 30 ұпай жинапты. 30-ға көбейтеміз 4-ті, тең болады 120. 120 қосылған 120 тең 240. Қайрат 240 ұпай жинады. Сонда Қайрат жеңді, себебі ойда алмастан қарағанда ұпайы көбірек. Мен каналыма тіркеліп лайк басып жіберсеңіз. 8-ші тапсырма. Бірінші суретке үстінен қарағанда қай фигура сәйкес келеді? Өздерін ойлап көріңдер. Қай фигура сәйкес келеді? Әрине де ортасындағы фигура сәйкес келеді, яғни әсі. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.